трайбализм. Біз руға, жүзге, 40 құрақ жаңағы елге айналып кеттік. О баста, мысалы үшін Әз Жәнібектің кезінде, Алтын Орданың кезінде 300 деген бұл әскери территориялық бөлініс болатын. Біз оны алдық да гендік туысқандыққа айналдырып жібердік. Олай емес ол. Шындығында қазір осы қазақтың бүкіл руларынан проба алып генетикалық зерттеулер жүргізіп жүрген жігіттер бар. Солар айтады, біз ұлт ретінде, генетикалық тұрда ұлт ретінде қалыптасып қойған елміз, халықпыз. 70% бізде генетикамыз бірдей. Ол деген күлкілі нәрсе ғой. Мысалы, мен кіші жүздің қазағымын, мен қаным бөлек, болмаса мен ұлы жүздің қазағымын, мен бөлек, орта жүздің қазағым бөлек деген. Осы бір дүниені бізге орыстар сіңірді деп ойлаймын. Себебі Кенесарыны құлатқаннан кейін, Кенесарының басын алғаннан кейін бізге діни миссионерлер жіберіп көрді татарларды. Ол қазақты құрта алмады мысалы. Соғысып көрді. Соғыспен біз ала алмайды. Себебі дала кең. Біз анау Шыңғысхан заманынан партизандық соғыс жүргізу тәсілін әбден үйренгенбіз. Қалай онда да жаулай алмайтын еді. Оны өз көздері жетті. Сосын бұлар не істейді? Әбден зерттейді ғой, тыңшылар жібереді. Сонда біздің ең ұрымтал тұсымызды білген. Бұл рушылдық, жүзге бөлінетін дүние. Тура соны қалай оны енді технологиясын жасау керек, оны қалай жүзеге асыру керек деген кезде бұлар болыс сайлау системасын кіргізеді. Яғни міне демократия сендерге, хандарың кетті, бас-басында сұлтансыңдар. Енді іштерінен ең лайықты деген, ең ақылды деген, ең әділетті деген адамдарын сайлап алыңдар дейді. Мәселен бәрі осы жерде басталады. Анау пәленшенің руы, мына түгеншенің атасы, аяқтан тарту, оған аз тас шалу жаңағы сайлауда дегендей, қырылысу, содан басталды. Міне әлі күнге дейін содан зардап шегіп келе жатырмыз.